Дерек бойынша елімізде былтыр ғана 18 жасқа толмаған 6600 бойжеткен аяғы ауыр болып қалыпты. Оның 2000-дайы жасанды түсік жасатқан. Қоғам белсенділері мұндай қауіпті үрдістің алдын алу үшін мектептерде жыныстық қатынас туралы арнайы сабақ өткізген дұрыс дейді. 30% молодежи половой дебют наступает в 14 лет. И закрывать на это глаза бессмысленно. Біз ардың тазалығын етектің астынан ғана емес, өзіміздің бетімізден, жүзімізден іздеуге тиістіміз. Бұл шетелдің ақшаға ғана берілген, баз біреулердің бірде-бір қазақи тәрбиесі жоқ. Бірдеки қазақи тәрбиені көрмеген, өзінің ана тілін құрметтеген, ұлтының ғұрпына бас имеген азаматтардың бұл ойы. Қазіргі жастар да сондай уланып отыр. Мектепте хиджаб киюге қатысты даудың шешімі. Бүкіл бар емес пе? Мешіт бар, сол туралы салынған Алланың үйі бар. Намазға ешкім шек қойып отқан жоқ, оразаға шек қойып отқан жоқ. Сен санаңмен жихад жаса, санамен күрес, балаларды адастырма. Мемлекеттің талабы ғой. Заңды сыйласын, Құдайдан қорықсын.